Петропавлда бір апта бойы ыстық су болмайды. Петропавлда қысқа дайындық барысына магистралды желілер тексеріліп жатыр. Петропавл жылу желілері бүгіннен бастап жылу желілерінде гидравликалық сынақты бастады. Бұл тексеру жұмыстары жоспар бойынша 24 тамызға дейін жалғаспақ. Мамандардың айтуы бойынша гидравликалық сынақ Қазақстан Республикасы энергетика министрінің бұйрығымен бекітілген электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Яғни жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін және жылыту маусымы басталғанға дейін құбырлар мен орнатылған бекіту және реттеу арматураларының тығыздығы мен беріктігінің қайта тексерілуі тиіс. Сынақ кезінде магистралдық желілердегі қысым әдеттегімен салыстырғанда 25%-ға артады. Ал жылу тасығыштың температурасы плюс 40 градустан аспайды. Осы уақыт аралығында Петропавл қаласында ыстық су беру уақытша тоқтатылады. Сынақтар аяқталғаннан кейін тұтынушыларға ыстық су кезең-кезеңмен беріле бастайды. Ақаулар анықталған учаскелерде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бұл үйлерге ыстық су жұмыс аяқталғаннан кейін ғана беріледі. Бұған дейін Қостанайда жылу желілері бос жерден тесіліп, салдарынан ыстық сумен қамтуды уақытша тоқтауға тура келгенін жазған едік. 13 тамыздан бастап қалада ыстық су беру жұмыстары басталды.